Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ алғашқы сабақ, кітаптың 4-ші және 5-ші беттеріндегі алғашқы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал мен бастайын. Бірінші тапсырма бізде жалпы бірінші unit Home and Away атты бөлім болады екен. Бірінші тапсырма. Listen and read the dialogue. Then choose the correct words in 1, 2, 3. Бірінші, екінші, үшінші сөйлемді тұрған, яғни student or teacher, friends, teachers, student, teacher сөзді дұрыс тауып таңдап жазу керек. Бірінші тапсырма бізде listening тапсырмасы. Міне оқушылар, бірінші тапсырманың дұрыс жауабы, біріншісі student, екіншісі friends, үшіншісі teacher. Келесі тапсырма бізде екінші тапсырма. Listen again, then practice the dialogue. Яғни диалогты қайтадан тыңдап, оны оқуға дайындалуларыңыз қажет. Міне оқушылар, мына жерде диалогтар бар. Осы диалогтарды оқып, тыңдап дайындалсаңыздар жеткілікті. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма. Ask and answer questions. What are objects from 1 to 11 in English? Use the words in the box. What is this in English? It's a book. Яғни сіздер төменде 12 сурет беріліп тұр. Сол 12 суретті жоғарыда бокстың ішіне берілген өздерінің ағылшынша атауларымен сәйкестендіріп жазуларыңыз қажет. Ендеше үшінші тапсырманы жасайық. Бірінші сурет book, екінші сурет pen, үшінші сурет bag, төртінші computer, бесінші car, алтыншы poster, жетінші table, сегізінші boy, тоғызыншы teacher, 10 bicycle, 11 phone, 12 girl. Осымен бізде үшінші тапсырманың дұрыс жауаптары аяқталады. Міне оқушылар, 1-ден 12-ге дейін толықтай жазып шықтық. Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма. Test the class, draw a picture on the board and ask what is this. Төртінші тапсырма кішкене шығармашылық тапсырма. Төртінші тапсырмада сіздер тақтаға шығып өздеріңіз сурет саласыздар және сол суреттің не екендігін сыныптастарыңыз табу қажет. Әрине бұл тапсырманы кез келген адам жасай алады, яғни сурет салсаңыздар ары қарай не екенін таба аласыздар. Келесі тапсырма бізде 5-ші беттегі тапсырмалар. 5-ші бетте бізде language focus, B singular affirmative, яғни to be тақырыбын бойынша үйренеді екенбіз. Оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Repeat the words. Төменде сіздерге қайтала деген I, you, we, she, he, it. Міне осы яғни мен айтып тұрмын ғой сіздерге I, you, she, he, it. Осыны қайталаңыздар деген, яғни өздеріңіз айтып шығуларыңыз қажет. Екінші тапсырма. Look at the table and complete the short forms with words in the dialogue on page 4. Бұл жерде сіздер I am дегеннің қысқаша формасы қалай болады? Соны қысқартып жазуларыңыз қажет. You are деген he is деген жазылып тұр. She is дегеннің қысқартылған формасын жазу керексіздер, және it is дегеннің қысқартылған формасы жазылу керек. Ендеше 5-ші беттегі жауаптарға көшейік. Екінші тапсырмасы. Қысқартылған формасы осылай жазылады екен оқушылар. Біріншісі I am, одан кейін she is деп жазылып тұрған қысқартылған формада she is апостроф арқылы жазылады, және it's. Бұл бізде екінші тапсырманың дұрыс жауабы. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма. Choose the correct words. Төменде сіздерге сөйлемдер берілген, және соның ішінен дұрыс сөзді белгілеуіңіз қажет. Мысалы, hello, I am толқын. Яғни сіздер дұрыс форманы таңдап, сөйлемді толықтыруларыңыз қажет. Ендеше ол тапсырманы да жасайық. Міне үшінші тапсырма. Дұрыс жауабы. Біріншісі am, екіншісі it's, үшіншісі is, төртіншісі are, яғни қысқартылған формасы, 5-шісі she is. Осымен бізде үшінші тапсырма аяқталады. Келесі тапсырма оқушылар. 4-ші тапсырма. Complete the sentences with the words in the box. Бокста беріп тұрған сөздерді қолдана отырып, төмендегі сөйлемдерді толықтыруларыңыз қажет. Ендеше 4-ші тапсырманы орындайық. Дұрыс жауаптары. Бірінші яшқа it's, екінші is, үшінші you, төртінші is, бесінші I am, алтыншы what's.
Осымен бізде 4-ші тапсырманың дұрыс жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма бізде listening тапсырмасы. Complete the dialogue with 3 of the key phrases, then listen and check. Төменде берілген диалогты key phrases-та, яғни көкте берілген тұрған сөздерді қолдану арқылы толықтыруларыңыз қажет. Ендеше 5-ші тапсырманы қарайық. Міне, this is my friend біріншісі, екіншісі fine, thanks, үшіншісі bye. Осымен бізде 5-ші тапсырманың дұрыс жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма 6-шы тапсырма. Сізге practice the dialogue changing names in blue. Жоғарыда беріліп тұрған диалогты қайтадан оқисыздар және адам аттарын ауыстырып, өздеріңіз дәл осы диалогты айтып шықсаңыздар болады. Осымен бізде 5-ші сыныпқа арналған кітаптың 4-ші және 5-ші бетіндегі тапсырмалар толықтай 100% дұрыс жауаптары жазылды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде арнаманы тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, алдағы уақыттағы жауаптарды жіберіп алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Ингу Туб арнасы.